Ассалаумағалейкум. Абыланодан Нұрлан ағай екен бұл? Әйеліме звондапсыңдар Ләззатқа. Нұрлансың ба? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Жағдай не болып жатыр? Мен түсінбедім. Бағана Ләззаттан хабарластым. Жағдай дәл күйеуімнің қарыздары болды, сол қарыздарына байланысты дейді. Бізге бүгін өтінішке сендерге қатысты официальный запрос түсті. Сот мамандары хат жолдап жатыр. Ертең келесі аптадан 14 қазаннан бастап уақытша қызметінен босатуын сұраймыз. Сот отырыстарға қатыстыру мақсатында соттық тергеу жұмыстары аяқталғанша деді. Сөйтіп өтініштен келіп тұрма сонда? Кім оны беріп жатқан? Кім беріп жатыр? Шағымды кім беріп жатыр? Хаттаманы бізге Алматының сотынан жіберді. Қай жақтан? Алматының сотынан. Қай сотынан? Алматыда мен ешқандай сотты білмеймін. Алматы қаласы, Алмалы ауданы, номер 2-ші сот, көлігі 262 метр. Қой, сотқа мен ешқандай қарыз емеспін ғой, сот неге өзіңе жібереді? Банк емес пе екен? Қандай банк екен? Не мәселе бойынша? Мен сені сұрап отырмын соны. Мен білмеймін. Өйткені сотқа ешқандай қарызым жоқ, немем жоқ. Банк болмаса егерде. Маған бағана Ләззат звондаған кезде басқаша болып тұр. Жоқ, бізде сол ғой сол. Соны қай қарыз бойынша соны айтып жіберсең, мен білмей тұрмын ғой соны. Уайымдап тұрғанбыз, ақша іздеп жүрміз осы кезде. Қайсына төлейтінімізді білмей жатырмыз ғой. Қай банк? Мен оны білмеймін, оны арызданушыма жерде сотқа ғана просешені. Мен бұл жерде бізге келген, өтінішке келген хаттамада мына банкты. Онда маған жақсы, сонда сол өтінішті егер маған келсе, сіз маған жіберсеңізші сонда көрейін де арызды. Арызды болғанда қара, мен саған былай түсіндіріп айтайын. Келген хаттамаға қатысты біз қазір бірінші комиссия құруымыз керек. Жоқ, қаяқтан? Хаттама өтініштен соты. Енді өтініштен келген хаттаманы ол бізде Астана қаласында Министерство образования прямой контрольда ұстап отырады. Бізден келген хатқа қатысты онда қазір комиссия құрып, сосын кері байланыс береміз сот мамандарына. Яғни қызметкерді жұмысынан босатпайтын жөнінде. Сосын келген хаттамаға қатысты бұйрық шығарамыз. Осы қызметтерді уақытша жұмыстан босату туралы бұйрық шығарып, бұйрықты біз сендерге сақтағанлыққа жібереміз Дарханға. Сол жақтан Дархан сендерге келген бұйрықпен таныстырады, келген хаттаманың копиясын жіберіп қосып жібереміз бізге. Хаттаманы және бұйрықты таныстырып, сосын сендерге бұл жұмыс онда Нұреке, не ғой сонда? Мені де әйелімді жұмыстан шығарама сонда? Жұмыстан шығармайды, 2 айға уақытша еңбек ақысы өтелмейтін демалыс жазып береміз. Оны тоқтай тұр. Нұреке, тоқтай тұршы. Сен қай жақта Абыланодан, Астанадан звондап тұрсың ба? Қызылорда ма? Қызылордадан. Қызылорда. Қай жерде адресі? Мен Абыланоға келейін. Қызылорда. Мен как раз осы жерде тұр едім, Қызылордада жүр едім, парктың қасында. Қай жердесің? Сен қай жердесің деймін енді? Адрес айтшы маған. Абылано қай жерде? Адрес қай жерде Қызылордадан? Қызылорда облысында Сұлтан Бейбарыс деген көше бар. Сұлтан Бейбарыс, Сұлтан Бейбарыс деген көше бар. Назарбаев школа қарамағасы. Әкімшілікте. Қандай әкімшілікте? Кәдімгі облысына акиматқа келесіз. Нұрлан? Алло, Нұрлан? Жаңа айтып отқан нәрселердің бәрі қай заңның нормаларында көрсетілген ғой? Қандай заңмен істеледі? Маған заңгер сөйтіп үйреткен ғой. Сұра деп, осындай тупой коллекторлар хабарласса, солардан сұра деп айтқан маған. Сен сияқтылар ше? Сен сияқты адамдарды өтірік айтып хабарласатындар звондаса, қандай заңмен істеп жатсың? Мәмлүк деп сұра деп айтқан маған. Біріншіден, Нұрлан, қара, сен Абыланодан сен хабарласуға мүлдем құқың жоқ, сен өтірік хабарласып тұрсың. Қай компанияның атынан хабарласып тұрсың, соны айтып жіберші маған одан да. Менің қай қарызым бойынша? Сен неге мен әйеліме звондап өйтіп қорқытасың, а? Мен сені қорқытқан жоқпын, Сен орныңды біл, қараш. Мен орнымды білем. Білем қызметімді. Нұрлан, должностьты қарашы. Нұрлан, сен, өтірік істемесең, малғындыққа бармасыңдар сендер ондай. Сен адамсың ғой, сен мұсылмансың ғой, Нұрлан. Қой, сөз жерді сөйлесеміз ба? Фамилия аты жөніңді айтшы маған онда. Жоқ, фамилия аты жөніңді айт, қашпа, еркек сымақ, қашпа деймін. Жоқ, сен бауырым, өзің айтайын, сен мұсылмансың ғой. Малғындық, бұл әрекеттің бәрі малғындық әрекеттер, ондай тоқтатыңдар сендер.
Екінші, маған да әйеліме де звондаушы болма сен. Ол сақтаған деген кім? Жаңа жерде айт Нұрлан ағамыз деген сияқты айтып отқан бәрі өтірік. Ешқандай ондай соттан ешкім хабарласып, мынандай процедура жүріп, хаттама жүргізіп, оны 2 айға жұмыстан еңбек ақысы өтелмейтін неге жібер деп, жаңа жалақы сақталмайтын демалысқа жібер деп ешкім істемейді. Жалақы сақталмайтын демалысты тек қана бір ақ адам сұрайды. Оны жұмыскердің өзі сұрайды, сол бойынша жұмыс беруші келісте жібереді, болды. Ал жұмыста соттан ондай тапсырма бере алмайды. Және де тағы бір нәрсесі, сотқа қатысқан уақытта, мысалы үшін повестка келетін болса, сотқа қатысуға келешекте бұл вообще жалпы деп жатқан ғой. Жұмысқа баратын кезде, сотқа баратын кезде жалақыларын жүре береді. Сотқа шақырылған кезде, түсіндіңдер ме? Өтірік айтып тұр. Кәм реально тупойлар ғой мына адамдар. Қазір мүмкін болса Қайрушқа звондап, Қайруш несі? Сұңқар ма? Иә, Сұңқар. Сұңқарға хабарласып көреміз. Бәрі бір жерде отыр, бұлардың бәрі бір жерде отырып, шай ішіп отырып, адамдарды мазақ қылып отыр. Жаңа енді хабарласқаннан кейін бұлар көтермеуі де мүмкін. Алло? Кім? Алло, Сұңқар мәке, мен Қайрушпын ғой. Жаңа мен әйеліме Ләззатқа звондаған екенсіңдер. Ақшаны тауып тұр еді, қайыққа төлеуіміз керек. 500 мыңдай тауып тұр еді. Сұңқарсыз ба сіз? Мен жаңа Ләззат деген келіншегім сізбен сөйлескен екен, 500 мың теңге тауып тұрмыз біз, енді тауып отырмыз ғой. Ол ақшаны қайда аударсақ екен? Мен Каспий банктегі қарызым бойынша ма, жаңа сотта іс қозғалып жатқаны? Қалай? Жоқ. Каспий банктағы мен сізге бана түсіндіріп айттым ғой. Сізді маған адвокат деп берді ғой, сіз кімнің адвокатысыз? Соттың ба әлде ненің ба, банктың ба? Қалай дейсіз? Жоқ, сіз қай жақтың адвокатысыз? Банктың адвокатысыз ба? Сізге аударсақ қайтеді? Арызданушымын мен бұл жерде. Арызданушысыз ба? Түсінбей жатырмын мен. Сіз кімсіз? Онда мен кімге төлеймін ақшаны, соны түсінбей жатырмын. Мені кім сотқа берді? Сіз банкке төлейсіз. Қай банкке? Кәдімгідей Каспий банкқа өзіңіздің үйіңіз. Жоқ, сотқа арызданып тұрған кім деп соны біле алмай жатырмын ғой. Банк па? Сонда Каспий банк па? Каспий банктағы қарыз ба сізде? Қанша қарыз болды? Жоқ, енді білемін ғой Каспий банктегі. Маған талап арыз ба? Телефоныңызда Каспий приложениеңіз бар ғой, Каспий приложениеда көрініп тұр ғой қарызыңыз. Иә, онда сіз адвокат ретінде маған нені жібересіз ба? Құжаттарды, сотқа берген құжаттарды көріп жіберейінші. Қалай? Сотқа берген құжаттарды жібере аласыңдар ма? Банктың атынан, Каспий банктың атынан қатысып тұрсыз ғой, сіз онда Сұңқар, иә? Уведомительное письмо Каспий банктан жіберілді ғой. О расторжении договора банковского займа и то, что банк уже заңы... Менде просто банктер көп қой, қай банкты айтып тұрсың? Менде қазір Хаум бар, Центр кредит, Каспий банк па? Сіз қазір Қайрош емессіз ғой, мен сізге бағана Қайрош болсаңыз бағана бәрін түсіндіріп, сіз иә деп кеткен едіңіз ғой. Қайрош емессіз ғой сіз. Неге Қайроштың атынан таңғы сөйлесіз? Кім бұл вообще? Мен красавчик Рауанмын. Кім? Красавчик Рауан. Түсінбедім. Мен красавчик Рауанмын деймін. Сен Каспий банк красавчик Рауан деген болады. Красавчик Рауан боласыз ба? Иә. Енді красавчик Рауан болсаңыз, онда Қайроштың атынан не үшін звондап отырсыз? Өйткені сіз өтірік банктың атынан хабарласып отырсыз ғой, сосын мен сізге дәл солай хабарласып отырмын. Қараңыз, мен сізге былай түсіндіріп айтайын. Мен банктың атынан хабарласып отқан жоқпын, біріншіден. Екіншіден, мен банк емеспін. Үшіншіден, қазіргі уақытта сіз маған хабарласып отырсыз, қарыз бойынша сұрап отырсыз. Енді сізге ешқандай ақпарат беруге, бермеуге емеу туралы. Қалай дейсің? Сен адвокатсың ғой, енді сен банктың атынан жаңа ғана айтып тұрсың. Банктың, Каспий банктың атынан сотқа бердім деп. Ақпараттың бәрін бердім. Қарызгердің өзіне, Қайроштың өзіне. Қасыңызда отырып, содан сұраңыз. Сұңқар, қазір Сұңқар. Әділет групп деген Google-ға жазыңыз. Акционерное общество Әділет групп адвокатская юридическая организация. Официальный запрос тастаңыз бізге. Сосын полностью в рамках закона информация аласыз. Сен аты жөніңді толық айтшы онда. Аты жөніңді толық айтшы, қорықпасаң егерде. Аты жөн, мынау қашып кетті отағадан. Бұл да өтірік айтып отыр. Жоқ, Сұңқар емес па? Сұңқар Асқар. Өтірік айтып отыр. Әділет групп деген ол Алматы қаласының нотариаттың заң консультанттар палатасы. Ол жақта мұндай адам жұмыс істемейді. Жұмыс істеген күнде де сол атты жамылып хабарласып отқан коллекторлар. Қорқудың қажеті жоқ, өтірік айтып отыр. Келесі хабарласқан кезде мен Рауан Красавчик айтты. Осылай айта беріңдер. Маған Рауан Красавчик айтты, атамның басында төлемеймін сендерге деп айтыңдар. Ал Каспий банкке бұл жөнінде біз хабарлап, ар жазып тастау керек. Осындай адамдар маған мына нөмірлерін бәрін көрсетіп, осындай адамдар хабарласып отыр, шара көріп сұрайын деп. Бір, екінші, бұны Каспий банктың өзі ұйымдастырып отыруы мүмкін, кім біледі. Онда қаржыны реттеу агенттігіне де жазу керек. Коллекторға олар бермеу керек.
коллектор болса аналар егерде. Ал жерде коллектор болмаған күннің өзінде Каспий банктың қызметкерлері мұндай заңсыз әрекетке жол бермеу керек. Мұны біріншіден банктың өзі қадағалау керек, екінші қаржыны реттеу агенттігі. Түсіндіңдер ғой? Осы қорқудың қажеті жоқ. Уайымдама, үйге барып шайларыңды ішіп пәруелерін пәрсен болып отыра беріңдер. Ешкім сендердің мазаларыңды алмау керек. Ал хабарласып жаңағыдай қыртып жатса, мен Рауан Красавчиктің адамымын, мазамды алмаңдар. Рауан Красавчик кім десе, супермен деп айтасыңдар ма, әлде заңгер деп айтасыңдар ма, әлде далбан жүрген деп айтасыңдар ма, бірақ самый главный нені айтасыңдар ғой жаңа. Рауан кім десе, Рауан Красавчик деген ол заң қызметкері, бізге заңгер, осылай түсіндірді. Егер де дұқтарың жетсе де сотқа беріңдер, сотпен келіңдер. Дұқтарың жетпесе, қатын құсап, былай звондамаңдар. Еркек емессіңдер ма, мұсылман емессіңдер ма, осылай деп айтыңдар. Түсіндің бе? Орында түсті ма енді көңіл күйің, түспеді ма? Енді не істейміз бұны? Бұл народныйда бар. Жоқ, дәл мына мәселе бойынша жаңа айтып тұрмын ғой, біріншіден Каспий банктың өзіне арыз шағымда жазыпсаңдар, мыналардың әрекетіне байланысты. Каспий банк басшылығы мыналардың өстіп істеп отқан, былықтырып отқан істерін білмеуі мүмкін. Қосымша Каспий банктың қызметкерлері болсын, сол жақтан шығып тұр, қалай болса да, соған жол беріп отқан үшін, соны анықтау үшін қаржыны реттеу агенттігіне жазып тастау керек шағымды. Болды. Я десең біз жазып береміз, жоқ десең өздерің өтініш арқылы жазып жібересіңдер. Түсіндіңдер ме? Қиындығы жоқ ешқандай. Бізге айтсаңдар, біз жазып дайындап тапсырып береміз. 20 мың теңге тұрады ол бізден. Жазып тапсырып береміз. Жаңа нөмірлерін бәрін тіркеп қойып, анау Асқарұлы кім еді? Сұңқар деп айтты, анау Аблонодан Нұрлан деп айтты деп, мына нөмірлерін бәрін көрсетіп, солар бойынша жұмыс жүргізеді деп, Каспий банк қызметкерлері деп. Сосын жаңа регистратордан мынандай үшінші нөмір бар ғой, соның бәрін көрсетіп жіберу керек. Түсіндің ғой? Үйге қайт енді, қорықпа ешнәрседен. Түсіндің ғой? Мынаны мен ютубқа жүктеп қоя беремін, уайымдайтын ешнәрсе жоқ, жарай ма?